Амр ибн әл-Ахуас әл-Жушами жеткізген бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоштасу қажылығында алла тағалаға мақтау айтып, шүкіршілік білдірген соң жамағатқа былай деп насихат айтқанын естідім. Әйелдеріңе жақсы қараңдар, өйткені сендер шын мәнінде оларға жауаптысыңдар. Анық арсыздық жасамайынша, олармен тек жақсы қарым-қатынаста болуға тиіссіңдер. Сендер үшін бұдан басқа жол жоқ. Егер әйелдерің қандай да бір арсыздыққа барса, олардан бөлек жатып, бір жерін зақымдап алмайтындай етіп ұрыңдар. Егер бойсынатын болса, оларды басынып, қиянат жасамаңдар. Жұбайларың сендердің алдарыңда белгілі міндеттер болғаны секілді. Сендердің де олардың алдында атқарар міндеттерің бар екенін ұмытпаңдар. Олардың міндеті жарына адал болу, және сендер қаламаған адамды босағадан аттатпау. Ал сендердің міндеттерің оларды киім-кешек және ас-ауқатпен қамтамасыз етуге деген. Бұл хадисте Алла елшісі пайғамбарлық міндеттің маңызды кезеңдеріне жататын қоштасу хұтпасында да отбасылық қарым-қатынасты өте көркем түрде жалғастыруды өсиет етіп отыр. Ең маңыздысы жұбайлардың отбасылық мәміледе бір-бірінің хақын адал атқарып, Алланың тыйымдарынан тыйылуы. Ал керісінше, бірін-бірі құрметтемесе, хақысына немқұрайлы қарайтын болса, Алланың ашуына қалып, дозақта зор қасірет шегуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан некеден кейін өзара көркем қарым-қатынаста болып, бір-бірінің қадір қасиетін бағалауға құлшыну керек.